Президенттік жастар кадр резервіне іріктеудің келесі кезеңі басталды. Оған 549 үміткер қатысып жатыр. Үміткерлер эссе жазады, жобасын таныстырады. Елімізде тұңғыш рет бастау алған жобаға жастардың ынтасы жоғары, тіпті шетелде жүрген Қазақстан азаматтары да белсенділік танытып жатыр. Әуелгіде 13 мың жастан өтініш түскен. Бастапқы сатылардан сүрінбей өткендер енді бірнеше кезеңді еңсерулері тиіс. Осы жолы ең жақсы нәтиже көрсеткен 400 қатысушы әрі қарай бақтарын сынайды. Соңында 330 адам іріктеледі. Біздің таңдауымыз әділ болсын деп, осының барлығын біз онлайн форматта өткізіп жатырмыз. Мысалы үшін менің өзімнің советнигім, мысалы кеңесшім, осы менімен күнделікті жұмыс істеп жатқан, ол оған қатысты да бірінші этаптан кейін өте алмай қалды. Мысалы үшін осындай этаптың өзі нені көрсетеді? Ол біздің таза екендігімізді көрсетеді. Ешкімге көмектесе алмайды. Көмектеспеу керек. Көмектеспес үшін біз осындай форматта оны өткізіп жатырмыз.